Мен Каленова Назгүл Жұмабекова, номер 16-шы Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің мектеп алғы сынып тәрбиешісімін. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Ескілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады деген Абайдың 19-шы қара сөзін басшылыққа ала отырып, алдымдағы тәрбиеленушілерге саналы тәрбие, сапалы білім беру менің ұстаздық жолымдағы басты міндетім деп білемін. Ұлттық құндылықты дәріптеу мақсатында Қошқар мүйіз оюынан әртүрлі шығармашылық жұмыстар сендерге ұйымдастырып отырмыз. Осы шығармашылық жұмыстарымызды барлығымыз тиянақты орындауымыз керек. Ол үшін барлығымыз қарайық. Мына Қошқар мүйіз оюы жақсы мақсат инемен, ине деген барлығымыз білеміз, иә? Аналарымыз, апаларымыз инемен киім тігеді ғой. Ине, иә, иненің өзінің арнайы тесігі бар. Соған жіп өткізіп, мына жіппен кімге қазір қандай жіптерді көрсетіп береді. Мына жіппен арнайы тесіктерді өткізіп, инені өткізіп, оюды әдемілеп көркемдеп шығамыз. Жақсы ма? Жас ұрпақты тәрбиелеу басты арманым, шәкіртіме мейірі бай адаммын. Бар әлемге танымал болмаған мен ұстаз деген атаққа бай адаммын. Бой түзейді шәкіртім маған қарап, бой түзейді шәкіртім маған жанап. Балаға мен әр қашан саяжаймын, асылымды бойымдағы аямаймын. Шәкірттерім, ұятым, ар намысым, бала менің қуатым, алданышым, ізденісім, еңбегім, тебіренісім, ақыл ойым, жігерім, жер жемісім. Бәрі дағы, алдымдағы шәкіртіме ұстаз тұтып, соңымнан ерген үшін шәкірт менің мәртебем, мен баспалдақ. Мен арқылы шықсын деймін ол аспандап. Сынып менің сахнам, отталаңым, сонда жанып қып-қызыл шоқ боламын. Сыныбыма мен шынымен сертпен келем, жас өренге білім нәрін берсем деген. Жалғыз ой бар көкейімде, шәкірттерді ізгіліктің ауылына ертсем деген. Үйреткенді меңгеріп, бәрін білсе, бұл менің еңбегімнің жеңісі дерем. Мектеп ана, мен ұстаз бала үшін, ардақтаппын көңілге ой тоқу үшін, алтын әріп мен боламын бала үшін, өзі айтпасаң оны сен оқырмысың? Айтады олар әр жерге ұстаз атын, бола біл тек жанында от жағатын. Ұстаздан өмір адам бар ма екен? Шәкіртсіз ұстаз болу жалған екен. Жалғанады мың өмір мұғалімге, ақиқатты жалтармай ұғамын де. Жақсы шәкірт, теңдесіз үлкен сыйлық, шапалақ соқ, қолсын мұғалімге. Мектеп алды даярлық сапалы білімге бастайтын сара жол деп сөзімді түйіндегім келеді.